Біз бүгін ақша және адам айдарында жинаған ақшаңызбен қалай жұмыс істеу керектігін айтамыз. Айдарымыздың тұрақты сарапшысы, қаржы саласының маманы, қаржыгер Мейірман Құдайбергенов тиімді кеңестермен бөліседі. Адам деген белгілі бір қор жинақ қойған болды, мен бір жыл бойы жұмыс істемей істесем отыра берсем де сондай неге түсіп кетуі мүмкін. Ой пікірге ше, ақшам бар ғой, бір жыл өмір сүре тұрам, бір жыл жұмыссыз жүре тұрам дегендей нәрсе бар. Жоқ, керісінше жұмыс істеу керек. Сіздің айлық табысыңыз 100 000 теңгеделік. Ай сайын 10%-ын ұстап қалып отырасыз. Сөйтіп бір жылдың ішінде 120 000 теңге жинайсыз. Сонда жиналған 120 000 теңге сізді бір ай ғана сақтандырады. Дұрыс түсініңіздер да? Айтайын деген нәрсем, құмырсқалардың философиясын қараңыз. Олар жаз көктемден күзге дейін қорын жинайды да, қыс бойы соны жеп шығады. Енді осы құмырсқалардың философиясынан ала отыруға болады да, құмырсқалардан сабақ алуға болады. Қаржыгердің айтайын дегені белгілі бір сомаға дейін ақшаны жинап алып, ақшаңыз таусылғанша үйде жату емес, керісінше құмырсқалардың еңбекқорлығын бойымызға сіңіру керекпіз. Біз де еңбек етуіміз керек, бірақ біз 24 сағат жұмыс істей алмаған соң ақшаны меңгеруді үйреніп, сосын сол ақшаға жұмыс істеткізу керек. Түсінесіз бе? Бір робот сатып аласыз, робот сізге күнделікті кітап сатып беріп тұрады. Сондықтан қорыңыздағы жиналған ақшаның азаюын емес, көбеюін мақсат тұтыңыз. Пайдалануға болады, бірақ алған сомаңыздың мөлшерін міндетті түрде толықтырып отыруыңыз қажет. Ең бастысы, қордан алынған ақша сіздің айлық шығыныңыздан аспау керек. Жантас Тұран, Нұрлан Досмағамбетов, Жаңа күн.